Сәлем менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге қатал әке тәрбиелеген 4 қыз туралы оқиға айтатын боламын. Сіздер тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің балалық шағым ауылдың шетіндегі 2 қатар үйдің арасында өтті. Біздің үй мен көршінің үйі арасында тек бір қоршау ғана бар еді. Биік емес, құлап қалған жерлері көп. Бірақ сол қоршаудың ар жағындағы өмір мүлдем басқа әлем сияқты көрінетін. Көршіміз Әбдіғали аға қатал адам, ауылда оны Темір әке деп атайтын. 40-тан асқан ұзын бойлы, қара сұр сақалы әрқашан қысқа қысқарылған. Көзі қатты, сөзі аз, бірақ әр сөзі балтадай. Әйелі апамыз тыныш, мойынсұнғыш әйел. Ал олардың 4 қызы Айгүл, Гүлнар, Жұлдыз, Мейрамгүл. 4-еуі де бір-біріне ұқсас, бірақ әрқайсысының өз ерекшелігі бар. Айгүл үлкені, 15-інде-ақ бойжеткен сияқты, көздері терең, қара шашы беліне дейін. Гүлнар екіншісі, күлкісі жоқ, бірақ күлгенде бүкіл жүзі нұрланады. Жұлдыз үшіншісі, ең тентек, бірақ әкесінен қатты қорқатын. Мейрамгүл кішкентайы, әлі бала, бірақ көздері әрқашан бір нәрсе сұрап тұратын. Біз ауылдың басқа балалары кешке жиналып вечер жасайтынбыз. Біреуі гитара әкеледі, біреуі радио, қыздар ән айтып, ұлдар би билейтін. Қызық ойындар, бөтелке айналдыру, шындық па, батылдық па, күлкі, шу жастардың қызу қаны. Ал көршінің 4 қызы, олар ешқашан шықпайтын. Кешкі сағат 8-ден кейін үйдің есігі жабылады, терезелерден жарық көрінеді, бірақ ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Бір күні мен 13-те болсам керек, Айгүл мен қоршаудың жанында кездестік. Ол су алып келген, шелегі ауыр екен, қолымды созып көмектесемін дедім. Ол бір сәт мені қарап тұрды да күлімсіреді. Раушан, сен біздің үйге кірсең әкең ұрмай ма деді. Мен күлдім. Менің әкем ұрмайды ғой, сендердікі ұра ма? Ол басын шайқады. Ұрмайды, бірақ тыйым салады. Бізге ешкіммен сөйлесуге болмайды, әсіресе ұлдармен. Сол күннен бастап біз құпия құрбылар болдық. Қоршаудың астындағы тесік арқылы хат жазатынбыз. Қағазға мен сені сағындым деп жазып тастайтынмын. Ол жауап ретінде гүлдің жапырағын немесе кішкентай тас әкеліп қоятын. Бірде ол маған біздің әке бізді еркіндікке жібермейді. Ол айтады, қыз баланың орны үйде, көше жаман әдеттің мекені деп жазыпты. Ноған, бірақ сендердің көздеріңде арман бар ғой деп жауап бердім. Жазда ауылдың ар жағындағы өзенге барып шомылатынбыз. Біздің қыздар шаштарын шешіп, суға секіріп, күліп ойнаушы еді. Ал Айгүлдер, олар үйде отыратын, терезеден қарап тұратындарын 1-2 рет көргем. Гүлнардың көзі мұңлы, Жұлдыздың беті қызарып, қолын сермеп келіңдер дегендей ымдап тұрған. Бірақ шықпады. Әкелерінің қамшысы үйдің ішінде әрқашан дайын тұратын сияқты. Бір күні түнде мен ұйықтай алмай терезеден қарасам, көршінің үйінің артқы жағында шам жанып тұр. Қызық болып қоршаудан өтіп жақындадым. Терезенің пердесі ашық екен. Іште Әбдіғали аға отыр. Қолында қамшы ұстап, қыздарына қарап отыр. Сендер менің намысымсыңдар. Бір қате жасасаңдар, бүкіл ауылдың алдында масқара боламыз. Сондықтан үйден шықпаңдар, еркектердің сөзіне ермеңдер, өйткені еркектер жалған деп тұр. Қыздар тізерлеп отыр, бастарын төмен салған. Айгүлдің иығы дірілдеп тұрғанын көрдім. Ол жылағалы тұрған сияқты, бірақ жыламады. Сол түннен кейін мен оларды одан бетер аяйтын болдым. Біздің вечерлерде күлкі көп, олардың үйінде тыныштық. Біздің ән биімізге еркіндік болса, олардың өмірінде қамал. Уақыты өте келе қыздар өсті. Айгүл 18 жасқа толған кезде мектеп бітірді. Ауылдағылар қызды оқуға кетеді ме деп сөйледі. Әбдіғали аға рұқсат берді, бірақ тек оқу үшін ғана. Ештеңкеге жол жоқ деді. Қыздар үлкен қалаға, Алматыға кетті. Айгүл алғашқы болып, артынан Гүлнар, сосын Жұлдыз бен Мейрамгүл. Мен ауылда қалдым, бірақ хат жазысатынбыз. Қала керемет, көршілер жарық, адамдар көп, еркіндік бар деп жазатын. Бірақ кейін хаттар сиреген. Айгүлдің соңғы хаты, ақша жоқ, жұмыс табу қиын, бірақ жолын табамыз деп аяқталған. Мен білмедім, ол жол қандай болатынын. Бірақ көп ұзамай ауылға қауесет тарады. Әбдіғалидың қызы ақша үшін деген сөздер. Мен сенбедім, сенгім келмеді. Бірақ бір күні жылдар өткен соң олар қайтып келді. 4-еуі де ауылға. Әдемі киінген, бірақ көздері басқаша. Қатты өзгерген, тентек, еркін, түнде үйдің есігі ашық тұратын болды. Ал әке әлі сол үйде. Олардың әкелген ақшасына тамақ алды. Ет, күріш, май, бәрі сол ақшаға. Мен көрдім. Бір түні терезеден қарап тұрдым. Айгүл есікті ашып бір еркекті кіргізді.
Ол күліп еркектің мойнына асылып ішке кірді. Есік жабылды, ал әке ас үйде отырып шай ішіп тұрған. Сол кезде түсіндім, қатал тәрбие қыздарды қорғамаған, қайта оларды басқа жаққа итермелеген. Енді олардың денесі табыс көзі, ал әке сол табыспен өмір сүріп жатыр. Бұл олардың тарихының басы ғана.